Баршаңызға сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Жаңа жылдық дастарханның сәнін ашатын ерекше үлгідегі 2022 жылғы барыс жылына арнап барыс салатының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Сондықтан достар, міндетті түрде менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Салатқа қосатын барлық қоспаларды алдын ала дайындап аламыз. Төменде описаниеде құрамы мен мөлшері толығымен болады. Тауықтың санетін суда пісіріп алып, пышақпен ұсақтап, яғни көбектеп турап аламыз. Тұздалған қиярды үткіштің ең ірі көзінен өткіземіз. Салатқа қосатын барлық көкөністерді алдын ала суда пісіріп тазалап аламыз. Үткіштің ең ұсақ көзінен жер жаңғақты, сәбізді, ірімшікті өткізіп дайындап аламыз. Ал жұмыртқаны үткіштің ірі көзінен өткізетін боламыз. Енді біз салатымызды жинақтайтын боламыз. Бірінші барыстың басын тауықтың сан еті арқылы мүсіндейтін боламыз. Бізде осындай барыстың мүсіні пайда болды. Енді оның бетіне тұздалған қиярды орналастырамыз. Майонез жағуды ұмытпаймыз. Майонезді толықтай жағып болғаннан кейін ұсақталған жер жаңғақты сеуіп шығамыз. Енді жұмыртқаның барлығын орналастыратын боламыз. Майонезді жағамыз. Одан кейін ірімшікті сеуіп шығып, бетін майонезбен қаптайтын боламыз. Ұсақтап алған сәбізбен біз барысымызды аяқтайтын боламыз. Осылайша бізде барыстың мүсіні пайда болды. Бетін безендіру өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Мен қара зәйтүнмен барыстың құлағын, мұрнын жасадым. Көзіне жұмыртқаның ағын пайдаланып, қара зәйтүнді ұзыншалап кесіп, барысқа кірпіктер салдым. Ал барыстың езуін, жұмыртқаны үткіштің ең ұсақ көзінен өткізіп алып, езуін салдым. Одан кейін қара зәйтүнді ұсақтап турап алып, осындай барысқа жолақтар жасадым. Міне бізде осындай сүйкімді, әдемі барыс салаты дайын болды достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де рецепт ұнаса, лүпіл басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келе жатқан 2022 жыл сіздерге құт береке әкелсін.